тексеру болмаса бұзушылықты анықтамаймыз ғой. Мораторий өткен 23 жылы жоспардан тыс тексеруге мораторий деп өзінің күшін берді. Шағым түскен жағдайда барып тексерістер жүргізілді. Ол шағын бизнес болсын, ол кіші бизнес, микробизнес болсын да. 23-ке дейін даже шағымдарды қабылдалынбайтын дәлелді құжат болмаса. Осы жылдан бастап мораторий түгелдей өзінің күшін жойылды. Енді жаңағы шағын бизнестерге бұрынғы жасалмаған профилактикалық тексерістер болады. Осы жылдың өзінде біз бірінші және екінші жарты жылдыққа бас прокуратурамен тізім бекітілген барлық жаңағы кәсіпкерлік ұйымдарға прокуратура бекітеді оны. Олар қандай қағидаға қарап өткен жылдары қандай шағымдар болды мүмкін сол жерде. Ол қауіп төніп тұрған қай топқа жатады, жоғары топ, кіші топ сияқты. Олар тізім бекітіп беріп, мекемелердің фармацевтика саласы болсын, медициналық саласы болсын да. Соған бірінші және екінші жарты жылдыққа тізім бекітіліп, алдын ала бірақ сол субъект ескертіледі және профилактикалық бақылау жүргізіледі. Профилактикалық бақылау деген тек қана бір дерек бойынша емес, шағымдар сияқты түгел сол мекемені, сол ұйымның бүкіл қызметі тексеріледі. Оған өзі міндетті түрде ол прокуратура тексеріс тіркеліп, өздерінің мерзімі бекітіледі. Сол мерзімге сәйкес тексеріс жүргізіліп, тексеріс нәтижесі объекттің, субъекттің иесіне және де біздің департамент және прокуратураға оны актілер жолданып тұрады. Бұл бір. Егер бүгінгі мәселе көтеріп отырғанымыз фармацевтика саласы болып тұр ғой. Фармацевтика саласына келсек, ол өте үлкен өзекті мәселелердің бірі. Неге? Себебі жаңа біздің 20 жылдан бастап осы жылға дейінгі мораторий өзінің әсерін тигізіп отыр. Себебі қараусыз қалды деп те айтуға болады. 20 жылдан бері бәрімізге мәлім, ковидтан пандемиядан кейін бізде облыс бойынша дәріханалардың саны 2,5 есе өсіп кетті. Саны көбейіп кетті. Себебі ол кәсіпкерлік, ол нарық болды. Енді бүгін 23 жылдың қорытындысына қарасақ, егер ресми түрде лицензия алған, рұқсат алған 500-ден астам дәріхана болса, нақты соның жұмыс жасап тұрған 325, қалғандар тек жабылып тұрғандар. Көбінесе кәсіпкерлер лицензияларын кейін қайтарады, бірақ онда өте аз, бірақ тек есіктерін жауып қойып, қызмет көрсетпей тұрған кәсіпкерлік орталықтар бар. Біріне бірі сатып жатқандар да бар қазіргі. Себебі ол өзінің кәсібі болып саналады. Өткен жылы алдыңғы 22 жылға қарағанда, осы мораторий 23 жылы күшіне енгізілгеннен болған әсерінен бізде фармацевтика саласы жалпы департаментке 275 шағым түскен, жеке және заңды тұлғадан. Ол жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Көбейген ол қызметтің сапасының төмендігі деп ойламаймын. Себебі шағым түсіруге, өтініш білдіруге өте қолайлы жағдайлар жасақталды. Ол e-өтініш порталы бар. Қазір үйден шықпай адамдар өзінің электрондық қолтаңбасы болса, үйде отырып шағым түсіре береді. Ол біздің облыс әкімінің жанындағы телеграм каналының чаты орнатылды. Сол жерге де шағым түсіріп жатыр. Соның барлығы ескертіледі. Содан шағымның саны көбеюі деп ойлаймын, бір жағынан сол деп. Екіншіден, медициналық көмек көрсету мекемелерінің саны көбейіп кетті. Егер 22 жылы ол 54 болса, 23 жылы 82 мекеме болды. Әрине қызмет бар жерде, жұмыс бар жерде шағымда болады. Сол 275 шағымның ішінде 22% фармацевтикалық саласына. Себебі ол дәріханаларға және медициналық ұйымдарды дәрімен қамтамасыз ету жағдай бойынша. Соның біздің департаменттің өз құзыреті шегінде жоспардың тыс тексерістер жүргізген болатын. Заң бұзушылықтар әрине анықталады. Арызда көрсетілген деректер нақтыланады, негізделіп те саналды. Екі жағдай бойынша сотқа материалдар жолданған болатын. Қылмыстық іс есебінде, оны мен айта кеткім келеді, сенім жауапкершілігі серіктестік медициналық орталығында бір жылдың ішінде 2 рет тегін кепілдірген медициналық көмек шеңберінде дәрімен қамтамасыз етілген дерегі анықталса, екінші жағдай материалдар сотқа жіберіледі. Бұл жағдайда бізде бір ата-аналар жүгінген болатын арызбен өзінің жасөспірім баласына бауыр алмастырылған, бүйрек алмастырылған өмірлік қажеттілікке байланысты оған тиісті беретін дәрісін уақытылы алмаған. Сол дерек анықталып, сотқа материалдар жолданды. Сол серіктестіктің медициналық орталықтың лицензиясы 1 айға шектетілді. 1 айдан кейін лицензиясын қайтадан іске қосылады. Ол сот шешімі. Және екінші жағдай ол дәріхана пайыз деп айта кетейін. Бұл жерде де Қазақстан Республикасы тіркелмеген дәрі шағым түскен болатын полиция департаментіне. Олар материалдар жинақтатып,
бізге жолданады, және сотқа жолданған кезде айыппұл салынып, олардың бір айға дейін лицензиясы тоқтатылды. Егер бір жылдың ішінде бір дерек, бір заң бұзушылық бойынша 2 немесе 3 рет анықталса, сотқа материалдар жолданып, уже соттың шешімімен қабылданады. Бізде осы айта кететін ол қуанышты жағдай ма жоқ, әлде өкінішті жағдай ма екен, екі жағы да бар. 22 жыл мысалында бізде тек бар жоқ 12 хаттама толтырылып, 1,5 миллионға дейін жуық айыппұл салынса, жыл бойы 23 жылы 25 миллионға жуық 38 хаттама толтырды. Себебі 23 жылы тексеріс саны өте көп болды. Ол біріншіден түскен арыз шағымдарға байланысты, екіншіден полиция департаменті және бас прокуратураның нұсқауымен медициналық ұйымдарда тексерістер жүргізілді. Тексеріс бар жерде заң бұзушылықтар әрине анықталды. Өрескел бұзушылықтар анықталды, болмашы бұзушылықтар барлығына ұйғарым беріліп, медициналық ұйымдарға ұйғарымдар әрине орындалады, бірақ айыппұлдар дерек анықталды, айыппұл хаттама толтырылды, екі жақта келісіп, себебі ана мысалы медициналық ұйымдағылар өздерінің жаңағы бұзушылығын дәлелдей алмаған жағдай болады. Мысалы олар дәлелденген жағдайда бір техникалық ақау болған жағдайда әрине ол жағын біз ескеріп отырамыз. Егер ол дәлелдей алмай, мен бұндай бұзушылықты жасадым деп мойындаған жағдайда 38 хаттама толтырылып, осыншама 25 миллионға жуық айыппұл салынды. 12-ші шағын аудандағы бірінші жаңағы үйде орналасқан дәріханада, бұл дәріханалардың иесі бүкіл біздің Маңғыстау облысында 24-ке жуық дәріханасы бар еді. Үлкен ірі кәсіпкер. Ол кәсіпкер енді оның өзінің еркі басқа елге көшуіне байланысты өзінің кәсібін сатып бастаған болатын. Сол кезде жаңағы Аманат партиясымен құрылған мониторинг тобы барған кезде алдыңғы иесі лицензиясын тоқтатқан, уже анық ресми тоқтатты. Келесі жаңадан ашылған қожайын өтінімі біздің жұмыс барысында, бірақ қолына әлі алынған жоқ. Сол кезекте бұл дәріхана негізінде заң бойынша жабық болу керек. Қызмет көрсетуі тиіс. Ол көрсетіп тұр, оның жақсы мониторинг тобымен барып қана анықтап отыр. Қаншасы белгісіз жағдайда қызмет жасап тұрғандар да бар ғой, оны анықтамаған жағдайда. Әрине енді оған қазір бүгінгі таңда сатып алған жаңа қожайындардың өздерінің заңды мекен-жайы Алматы қаласы болғандықтан, біз арқылы тексеріс барып қарайды және келісімді Алматы қаласының департаментіне жолданады. Олар сол тараптан беріледі өздеріне. Көбінесе арыз шағым тек Ақтау қаласынан келіп түседі. Аудандардан бірде-бір фармацевтика саласына шағым келіп түскен, тіркелмеген. Мүмкін тұрғындар білмейтін де болар. Білмегендік деп ойлаймын өзімде. Себебі қазір бізде не көп дәріхана өте көбейіп кетті. Жасап тұрған ішінде мамандар. Егер қалада талап бойынша міндетті түрде фармацевт провизор болатын болса, аудандық жерлерде орта буын мейірбикелерге де болады жұмыс жасауға бұл жерде. Сондықтан білместік те болады. Көбінесе біздің тұрғындардың білмейтіні Қазақстан Республикасының тіркелмеген дәрілердің сатылуы. Ол дәрілер қандай жолмен келеді деп те сұрайсыз ғой. Оны иелері өздері Ресейге бара ма, Өзбекстанға барып келіп жатады, басқа елге барып өздерімен бірге алып келіп жатқандар да болады. Ондай дерек өткен жылы тіркелді, миграциялық полициямен Бейнеу темір жол вокзалында Өзбекстаннан келе жатқан бір азаматша ұсталып, сондай тіркелмеген дәрі-дәрмектермен сот шешімімен олардың бәрі айыппұл әрине өзіне салынды. Ол кісі провизор емес, фармацевт емес, ол бір жай барып келе жатқан кісі. Мүмкін ол бұрыннан бері өздерінің тұрақты кешенді түрде қызмет шығар деп те ойлаймыз. Себебі бір кезек адам өтіп әкелмейді ғой, мысалында. Ондай жолдармен келіп жатқан дәрілер-дәрмектер де бар. Біздің дәріханаларда болуы мүмкін. Сіздің сұхбатыңыз сіздің не арқылы айта кету керек. Әрбір кез сатып алған дәрі-дәрмектің сыртында қорабына қарау керек. Сыртында маркировкасында міндетті түрде мемлекеттік тіл болу керек. Адамдар өздерінің құқықтарын жалпы тек қана осы мәселені көтеріп отырмыз ғой. Біріншіден дәріханаға кіргенде міндетті түрде дәріхананың жарында лицензиясы бар жоғын анықтау керек. Сұрауға да болады. Бар ма сіздің лицензияңыз, жоқ па деп те. Ол міндетті сұрауға. Егер ол жоқтық болса, или бар екен, жоқ екен білсе, әрбір кез келген бүгінгі таң 21-ші ғасыр барлығымыздың қолымызда смартфон бар. Тегін дәрі KZ деген жаңағы сілтеме бар. Соны тіркеп алып өзімізге. Соның ішінен алып тұрған дәрінің атауы, бағасы, шектеу бағасы қандай екен. Сол жерде анықтауға да болады. Сол смартфон, сол ненің ішінде, приложение қосымшаның ішінде шағым түсіріп кете алады. Ешқайда шықпай ақ қойсын, ешкімге телефон соқпай ақ, соның ішінде шағым түсіретін өзінің бөлімі бар.
осындай Ақтау қаласы бірінші домның астында осындай дәріхананың ішінде мен осы дәріні шектеу бағасы осындай мен сатып алдым деп чегімен салса, ол орталықтандырылған комитеттің орталықта ол өздері мониторинг жүргізіп отырады, әрбір облысқа келіп отырады. Өкінішке орай біздің Маңғыстауға әлі ондай тіркелген жоқ. Аяқтай өткен жылы бір үлкен ағай келіп тұрген болатын, Қазақстан тіркелмеген дәрі туралы чегі де бар, зат бар. Ағай арыз жазайық, шағым түсірейік, біз тексеріс жүргізейік десек, енді ана дәріхана күнделікті енді таныс болып қалған болар, күнделікті жақсы қызмет деп бір өзінің шағын кейін қайтарып кеткен жағдайда болады. Шағым болмаса ресми тексеріс жүргізу өте қиын. Тексеріс болмаса заң бұзушылықты анықтау да болмайды. Бізде біріншіден департаменттің жалпы фармацевтика саласында 2 бөлім бар. 2 бөлім толықтай мамандармен қамтылды, толықтай. Өткен жылы әрине ваканттық орындар өте көп болатын. Демалыстан шыққандарымыз бар, жаңадан келгендеріміз бар. Санатын жетілдіруден барлығы оқудан өткізіліп отыр. Және де біздің осы 2 бөлімнің 5 маманы, 6 маманның 5-еуі, 90% деуге болады, халықаралық стандарттан өткізуге инспекциядан сертификаттар алынды. Себебі кез келген дәріханаға барып, сонда инспекцияны өткізуге құқылы бар. 22 жылға дейін біздер басқа облыстардан мамандарды сұратуға мәжбүрлі болдық. Басқа облыстан келіп өткізетін инспекцияны. Инспекция дегеніміз 24 жылдан бастап жалпы Қазақстан Республикасы үкіметімен қабылданады деген ойдамыз, себебі ол әлі жобада тұр. Кез келген дәріхана халықаралық стандарттың инспекциясын өтуге тиісті. Ол не береді? Ол береді келген науқасқа алған дәрі, мысалы, осы дәріханаға келген дәрі шығарылған производство өндірісінен бастап науқастың қолына жеткенше оның өзінің кепілдік гарантиясы болады. Соған жауап береді сол дәріхана. Сондай стандарттан өту міндетті болады. Мүмкін бізде бір ой бар, жаңағы қазір көптеген медициналық ұйымдар міндетті әлеуметтік сақтандыру қорымен бірлесіп келісім шартқа отырып жатыр ғой. Сол шарттың бір талабы болады деген бір сондай болжам бар денсаулық сақтау министрлігінен. Егер сол медициналық ұйымның дәріханасы жаңағыдай стандартқа сай сертификаты болса, келісім шартқа отыруға деген мүмкін ол бір сондай бір болжам болуы мүмкін деп ойлап отырмыз деген. Ол өте жақсы жағдай болады, себебі жаңағыдай бұзушылықтардың анықталмауына. Бізде көптеген дәріханалар кішкене бас тартуда. Бізге қажеті қаншалықта деп. Себебі оны әлі зардабын көрмегесін. Мүмкін неке биыл профилактикалық бақылау, жаңағыдай сіздердің Аманат партиясының тарапынан мониторинг көбейсе, кешегі облыс әкімінің бастауымен басталған рейдтер жаңағыдай сондай барындар көбейсе, мүмкін кәсіпкерлер ойланатын болар. Себебі бұрынғыдай енді жаңағы менің кәсібім, менің есігімді ашуға болмайды деген қағидадан кішкене босатылатын шығар деп ойлаймыз енді. Ойланатын кез келді енді.